Қайырлы күн, құрметті көрермен. Эфирде ақпарат ағына аптадағы айшықты жаңалықтар топтамасы хабарлайтын мен Балауса Майлысқызы. Жыл басынан бері Өскемендегі 3200-ге жуық көше шамы қалпына келтірілді. Осылайша қысқа уақыттың ішінде мамандар шамдардың басым көпшілігін жөндеп үлгерген. Белгілі болғанда енді 800-ге жуық шамды жөндеу қажет. Бұл жұмысты алдағы оқу жылына дейін аяқтау жоспарлануда. Облыс әкімі Ермек Көшербаев қаладағы барлық білім ордасының маңындағы көше шамдары 1 қыркүйекте істеп тұруы керек екенін айтып, құзырлы органдарға бұл жөнінде тапсырмалар берді. Халықтық спорт ойындарының алғашқы күнінде Зайсанда спорттың 2 түрінен жарыстар өтті. Көкпарға 6 команда қатысты, ал аударыспақта спортшылар түрлі салмақ дәрежесінде бақ сынады. 57-ге дейін, 62-ге дейін, 68-ге дейін, 100-ге дейін және 100 келіден астам. Көкпарды тамашалауға жиналған жанкүйерлер көп болды. Алаңда облыстың үздік командалары шайқасты. Аударыспақ бойынша Шығыс Қазақстанның түкпір-түкпірінен келген спортшылар 9 салмақ дәрежесінде күресті. Шиеленісті жекпе-жектерден кейін қорытынды шығарылып, салтанатты түрде жеңімпаздарға грамоталар мен медальдар табысталды. Аударыспақшылар 9 салмақ дәрежесінде өнер көрсетті. Командалық есепте жалпы ұпайлар бойынша ұлан командасы жеңіске жетті. 2-ші орын Тарбағатай ауданының, 3-ші орын Күршім ауданының құрамасына бұйырды. Жарысқа барлығы 11 команда қатысты, деді 22-ші халықтық спорт ойындарының бас хатшысы Әділ Әбдіқалиев. Өскемен-Шемонаиха Ресей тас жолын жөндеу басталды. Халықаралық трассаның тозығы жеткен. Көлік жүргізушілері талай жылдан бері тозған жолмен титықтап жүр. Күре жолмен күніне жүздеген жүк көлік өтеді. Апатта жиі тіркеледі. Биыл 30 шақырымға асфальт төселді. Қазавтожол мекемесі өкілдерінің айтуынша, қалған бөлігіндегі жұмыс келесі жылға жоспарланған. Өскеменде Қазақстан Республикасы мәслихаттарының 30 жылдық мерейтойы құрметіне және алдағы қыркүйекте Астанада жалауын желбірететін 5-ші дүниежүзілік көшпенділер ойындарын қолдау мақсатында ерекше спорттық іс-шара өтуде. Төл ойынымыз тоғызқұмалақтан ұйымдастырылған Абай жүлдесі деген атауға ие облыстық жарысқа Шығыс Қазақстанның аудан қалаларынан 30-ға жуық спортшы қатысты. Арасында жергілікті жердегі мәслихаттардың депутаттары, қоғамдық ұйымдар мен бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері де болды. Прага Өскемен халықаралық автошеруі мәреге жақындап келеді. Ағымдағы жылдың 13-ші шілдесінде Чехия астанасы Прагадан дүниежүзіндегі ең экстремалды автожарыстардың бірі басталған болатын. Прага Өскемен деп аталатын халықаралық раллиге әлемнің 17 елінен 50 экипаж қатысып отыр. Ондаған мемлекетпен күрделі маршруттарды еңсерген автошабандоздар сапарларын Шығыс Қазақстан облысының орталығы Өскеменде аяқтауға тиіс. 1,5 айға созылған ралли 24 тамызда мәресіне жетеді деп күтілуде. Аталмыш іс-шара 24 тамыз сенбі күні сағат 15:00-де Назарбаев даңғылы 68 мекенжайындағы Достық үйінің жанында өтеді. Осымен біздің хабар тамам. Бізге лайк басып тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше.